Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді шоколадный пирог дайындаймыз. Бұл пирог таразыны қажет етпейді. 2 жұмыртқаға 1 кесе қантымызды саламыз және 1 кесе сүтімізді құямыз. Температурасы маңызды емес. Үстінен 2 кесе ұнымызды саламыз. Үлкен қасықпен 1,5 қасық какао қосамыз. Және де үстінен 1 шай қасық сода қосамыз. Және 100 грамм май қосамыз. Майды мен көз мөлшермен қостым. Егер де сіздерде 1 пачка май болса, соның жартысын қосасыздар. Барлығын миксердің ақырын жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін лопатканың көмегімен біркелкі қылдырып араластырамыз. Формамызды фольгамен орап аламыз. Менде 21 диаметрлік форма. Дайын болған массамызды құятын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша диаметрді ауыстыруға болады. Қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештеріңізге байланысты әртүрлі уақытта пісуі мүмкін. Пирогымыздың піскен-піспегенін шпажканың көмегімен тексеріп аласыздар. Осылай столға қойып шай ішуге де болады. Мен пирогтың бетін тегіс қалдырып кесіп, бетіне шоколад құйып және сахарный пудра сепкім келді. Балалар шоколадпен отқаннан кейін мен осылай шоколад құйып және бетіне сахарный пудра септім. Мен шоколадты кеппей жатып сеуіп қойдым, ал сіздер шоколадтың кепкенін күтіп, сосын барып сахарный пудра сепсеңіздер болады. Бірақ шаймен ішкенде ешқандай таразыны қажет етпейтін пирог. Жасап көріңіздер. Жасалуы да оңай әрі дәмді. Мен сіздерге қазір ішін кесіп көрсетемін. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте жұмсақ әрі дәмді пирогымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.